Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, ерекше ұнтақ жармасынан жасалған тәтті бәліштің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен айранымызға ұнтақ жармасын салып, араластырып, 10-15 минутқа жарма сіңгенше қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін оған сармай, жұмыртқа және қантымызды қосып араластырамыз. Бізде біркелкі масса шығу керек. Майда-майда түйіршіктер болмау керек. Массамызға ұн мен қопсытқышты қосамыз. Тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Жалпы қыздар, менде форманың диаметрі 22 см. Егер сіздерде кішірек форма болса, ондағы ингредиенттерді азайтсаңыздар болады. Немесе үлкенірек форма болса, көбейтесіздер. Формамызды майлап немесе пергамент қағазын төсеп, массамызды салып, пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Дайын болған бәлішіміздің бетіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Менің қызыма өте қатты ұнады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса, маған лайк басып, пікір білдірулеріңізді сұраймын. Рахмет.